өзім фанатпын, энтузиастпын. Яғни сіз дәл осы саланы таңдаған уақытта бұл сала елімізде сұранысқа ие болған жоқ. Табыс та бар, жақсы жобалар да бар, и жұмыс табуға да болады. Біз осы саланы енгізуде кішкене кеш қалған жоқпыз ба? Олар лаборатория құрады, олар специалист мамандарды тартады. Біз ол жағынан мүмкін шамалы қалып баратырмыз. Жалпы жасанды интеллект деген не? Бұл сұраққа жауап беру бір жағынан қиын. Заңдарды қабылдау керек, қандай шешімдер қабылдау керек, қандай реформа қабылдау керек, ол әрі шешім қабылдауда. Первый дантисттердің бірінші операциясы жасанды интеллект арқылы жасалған. Студенттер, школьниктер өзінің жұмысын жасанды интеллект арқылы жасаса, біз оған қалай бағалаймыз? Қаншалықты қауіпсіз немесе қауіпті? Жасанды интеллект өз-өзін дамыта алады. Жақсы Димаш сияқты бір өлең айта аламын. Қаншалықты сапалы дүние шығарып жатыр жасанды интеллект? ChatGPT болсын, Midjourney болсын, мен осындай мұғаліммін, мұндай сабақ берейін деп жатырмын, ертең мұндай тема тақырыпты өтеміз, қалай жасауға болады? Осы әдістерді қолдана отырып, Қазақстан тарихы Совет одағы кезінде тақырыбын жақсы меңгеріп, емтиханға жақсы дайындалуға болады дейді. Мына жерде сондағы небәрі 2-ақ сөйлемді жазу арқылы промо-роликті дайындап шығардық. Армысыздар, арнамызға қош келдіңіздер. Бұл подкаст Тайм 2.0 жобасының жаңа саны. Біздің арнамызға тіркеліңіздер, біз айтатын жаңалықтан құр қалмаңыздар. Ендеше бүгінгі қонағыммен таныстырып өтейін. Астана халықаралық қаржы орталығы әкімшілігі инновация жөніндегі директоры Талғат Аманбаев. Қош келдіңіз, Талғат мырза. Саламатсыз ба, рахмет, қуаныштымын сізбен бірге болуға. Сенбілік демалысыңызды бізбен бөлісіп, соны қиып, уақытыңызды арнап келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күйім жақсы, жасанды интеллект тақырыбын өзім өте қатты сүйемін, сол себептен әрқашанда келуге қуана келемін. Жақсы, рахмет. Жасанды интеллект деп жақсы айтып кеттіңіз. Бүгін негізі тек білім саласында ғана емес, қазір адам өміріндегі кез келген санаға ептеп еніп кіріп жатқан жасанды интеллект тақырыбын кеңінен қозғап, шығу тарихынан шарықтау шегіне дейінгі барлық моменттерін айтып өтетін боламыз. Ендеше өзіңізді таныстырып өтіңіз. Талғат Аманбаев кім? IT саласынан қалай келді? Жасанды интеллектпен сізді не байланыстырады? Менің есімім Талғат, но все зовут меня Бека дейді ма? Жалпы, өзім IT саласына кішкентай бала кезімнен келдім, себебі компьютерлік ойындарға өте қызығатын едім. 7-ші сыныптан бастап программирге келдім, бағдарламашылығына. Содан олимпиадаларға қатысып, жоғары маман сол компьютер сайенс деген пәннен алдым. Өзім өте жақсы көремін. Қазіргі таңда, мысалы, IT саласы ол әрбір салаларға өте жақсы кіріп жатыр. Бәр жерде применениесі барды. Сол себептен менің ойымша осы дұрыс келдім деп ойлаймын. Жасанды интеллект болса, осы биылғы бір жыл, 2 жыл, 3 жыл мүмкін, соңғы 2 жылдай, 3 жылдай тоже маңызы көтеріліп жатыр. Менің ойымша ол ең маңызды құралдардың бірі қазір. Әр адам өзі пайдаланып үйрену керек. Сол себептен мен де оны үйреніп жатырмын, әйелімді үйретіп жатырмын, ата-аналарымды, бала-шағам бәріне тіпті. Өзім фанатпын, энтузиастпын. Сол себептен менің ойымша бұл тақырып қызық тақырып болады деп сенемін. Өйткені қазіргі уақытта еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейінгі әрбір адамға IT саласын, яғни жасанды интеллект соның үшін барлығы кіріп кетеді ғой, білу, оқу міндеттелді. Өйткені кез келген саланы алып қарасақ та, барлық жер IT-мен тікелей байланысты. Компьютер бар жердің барлығы IT, дұрыс па? Яғни сіз дәл осы саланы таңдаған уақытта бұл сала елімізде сұранысқа ие болған жоқ. Сіз яғни болашақта 10 қадам алдын жасап, барлығын біліп тапсырғансыз ғой, дұрыс па? Менің ойымша, просто повезло дейді ғой кейбір адамдар. Ол кезде әлі айфондар болған жоқ, интернет болған жоқ, YouTube жағынан шығып жатыр, Google жағынан пайдалы болып жатыр. Ол 2005-2006 жылдарда. Әрине, менің ойым таңдаған кезде ол чисто фанатизм болды. Өзім қызығушылығым, өзім интерес болды, программирование, алгоритмі деген. Просто өмір солай шықты да, қазір IT маңызды болып жатыр, ояқта жақсы табыс та бар, жақсы жобалар да бар, и жұмыс табуға да болады. Сол себептен менің ойымша просто повезло дегендей. Шетелдік тәжірибені айтып өтсеңіз, сіз болашақ бағдарламасымен шетелде біліміңізді арттырып келдіңіз. Шетелде қандай тәжірибе алдыңыз? Сол алған тәжірибеңізді, оқыған біліміңізді елге келіп қаншалықты қолданысқа енгізіп, соның жемісін көріп жатсыз? Жалпы мен шетелге ең бірінші барған кезде 16 жаста болдым. Access программасымен бірінші рет бардым ақш-қа.
оған дейін мен тек Өзбекстанда 1 рет болғанмын, 2 сағат Ташкентте. Содан кейін болашақ бағдарламасымен я тағы 5,5 жылдай оқыдым бакалавриат программасынан. Жалпы 7 жыл ақш-та оқыдым. Келгеннен кейін түрлі министрліктерде, әкімшіліктерде жұмыс істегенмін, бірақ где-то 5 жылдай жеке бизнесқа кірдім. Сол жеке бизнесте разработка программного обеспечения, мобильдік қосымшаларды разработка жасадым. Сол кезде бір жақсы компания болды, 80 адамдай. Менің ойымша осы IT-дің дамуына сондай өзім бір кішкентай вклад қосылыс кіргіздім да. Нәтижелер бар тоже ол жұмыстың. Содан кейін қазір де мысалы туризм саласында жұмыс істедім, қазір қаржы саласына кіріп жатырмын. Бәр жерде де осы өзім технократ деп ойлаймын, себебі неше түрлі адамдар бар ғой. Менің стилім технология арқылы жұмысымды көрсету. Туризмде болғанда мен көп жобалардың біреуін айтсам, в основном технологический жобалар болды. Мысалы e-қонақ жүйесі. E-қонақ ол туристердің санын қалай қарау, идентификация, қауіпсіздік мақсатында деген сияқты. Қазір қаржы орталығына келсем, тоже инновация жағынан технологический решенияларды енгізіп жатырмыз. Ол өзімнің мамандығыма байланысты өзім жақсы көретін заттарын білемін. Жалпы енді айтып жатсыз ғой, алып келдім, енгіздім, соларды алғашқылардың бірі болып қолданыста болды менде IT саласы деп. Егер шетелдік тәжірибені алып қарайтын болсақ, жалпы IT 1958 жылы бастау болған шетелдерде. Кейін біртін келе осы жасанды интеллект пайда болды. Жасанды интеллекттің де қазіргі уақытта жақсы тұстарын көріп жатырмыз, пайдаланып жатырмыз. Яғни жұмысымызды оңтайландырып жатыр, бір сөзбен айтқанда. Соны жетекші елдер алғашқылардың бірі болып өздерінің практикасына енгізді, қолданды, нәтижесін көрді. Яғни оларда қазір қарқынды даму үстінде. Біздің ел осы соңғы 1-2 жылда ғана осы салаға бетбұрыс жасап, оқып, зерттеп, соны қазіргі таңда бізге ұсынып жатыр. Біз осы саланы енгізуде кішкене кеш қалған жоқпыз ба? Менің ойымша, қазіргі заманда любой технологияның трансфері өте тез. Мысалы, осыдан 20 жыл бұрын болса, технология пайдаланған кезде ол басқа елдерге дамып жатқан елдер дейміз, оларға бірнеше жылдан кейін келетін еді. Бірақ интернет арқылы қазір глобализация болып жатыр. Сол себептен менің ойымша қазір технологияның трансфері өте тез болып жатыр. Себебі үкіметтің де қазір көмегі көп. Мысалы, жасанды интеллект айтатын болсақ, дұрыс айтасыз, осыдан 1-2 жыл бұрын Қазақстан мемлекет үкіметі көп күш салып жатыр. Вуздарда қазір специальный центрлар қосылып жатыр. Тіпті әдейі курстар шығарып жатыр. Осы жасанды интеллектті адамдарға, мектептерге, жаңағы даже квази-госкомпанияларға, госкомпанияларға енгізу үшін барлық жерге енгізіліп жатыр. Ақпарат көп шығып жатыр. Бірақ сіз айтқаныңыз тоже дұрыс. Дамып келе жатқан елдерге қарасақ, оларға зерттеуге көп грант беріледі, көп ақша салынады, күш салынады. Сол себептен олар инновация жағынан ең бірінші шығарады. Потому что ол любой инновацияның өзінің бір этапы бар, исследовательская часть деген, научная часть, олар лаборатория құрады, олар специальный мамандарды тартады. Біз ол жағынан мүмкін шамалы қалып баратырмыз, бірақ оның жаңағы нәтижесін қолдану үшін менің ойымша бізге қалып қойған жоқ. Себебі жылдам тез интернет арқылы бізге кіріп жатыр. Мысалы, ChatGPT новый версия шыққан кезде біз айтсақ бір құралдың біз моментально барлық елмен бірге қолдана аламыз. Сол себептен менің ойымша ол технологияның трансфері яғни кешіккен жоқпыз, яғни солармен бір деңгейде келе жатырмыз. Тамаша, енді жасанды интеллект кез келген жерде, кез келген салаға барсаң, жасанды интеллект жайлы көп естіп жатамыз бұл терминді. Ауқымы кең таралып кетті. Жалпы жасанды интеллект деген не? Бұл сұраққа жауап беру бір жағынан қиын. Себебі жасанды интеллект деген кезде адамдарда неше түрлі ойлар шығады, кейбіреулер ойлар айтады, ол компьютердің жаңағы машинное обучение жағы дейміз. Көбінің ойынша осындай, алгоритм, есептеу, есеп-қисап деген оймен айтады. Ал кейбірі жасанды интеллект бұл қазіргі біздің қолданыста ChatGPT-ді айтады. Тек қана ChatGPT-ның айналасына шектеліп қалады. Ал жалпы бұның ауқымы кең ғой. Яғни оның өзінің бір бөлімдері, бөліктері бар. Соған тоқталып өтсек. Жалпы жасанды интеллект ол компьютердің адам секілді ойлануы, ақпаратты пайдалану, анализ жасау, болжау жасау және шешім қабылдау. Ол симуляция человеческого поведения, мозга дейді ғой, сол полностью адам сияқты өзінің шешім қабылдану. Бұлай жаңағы өзіңіз айтып кеттіңіз, ChatGPT ол жаңағы поиск саласындағы Google сияқты да, сөйтіп тұрды, и қазір бәрі ойлайды сол ChatGPT ол жасанды интеллект. Бірақ ол просто ең популярный құрал. Оның ішінде Midjourney бар, жаңағы Wiggle деген бүгін ғана Instagram парақшамға салдым бір видео роликті. Сондай құралдар көп. Менің білуімше қазір 200 мыңнан астап
көп құралдар бар интернетте жасанды интеллект пайдаланатын. Олар неше түрлі салаларда разный задачалар шешім қабылдауға көмектеседі. Тамаша. Енді жаңа жасанды интеллект деп жатырмыз. Қазір әлеуметтік желінің кез келген парақшасын ашып қарайтын болсаң, әртүрлі видеоларды көруге болады. Былай қарап тұрсаң, шынайы бір адам түсіп тұрғандай, тіпті былай қарасақ, жасанды интеллект алдағы болашақта көп саланы алмастырады деп айтады. Бірақ екі мамандық бар, мұғалім мен медицина саласының қызметкерлерін ғана алмастыра алмайды, ал қалған саланы кез келген жасанды интеллектпен алмастыруға болады деп айтады. Егер роботтар алдағы уақытта енгізіле бастаса, былай айтқанда. Енді қараңыз, менде мынандай сұрақ. Жасанды интеллект кез келген видеоны қарайтын болсақ, барлық жердің астында жасанды интеллектпен дайындалған видео дейді. Тіпті журналистердің өзін қазір, егер журналистің бір сұлбасымен видео дайындап қой, бұл журналисті әлемнің әртүрлі тілінде сөйлеттіруге болады. Арабшада сөйлеп береді, қытайшада сөйлеп береді. Ал сол жасанды интеллектті құрастырушы мамандар оның әлеуетін, оның шарықтау шегін қаншалықты жақсы біледі, қаншалықты жақсы меңгерген? Любой инновация шыққан кезде, кез келген инновация өзінің бір дамитын фазасы бар, процесс бар. Қазір жасанды интеллект қатты дамуда. Мысалы, даже ең дамыған елдерді қарасақ, Еуропа жақ болсын, ақш болсын, олардың өздері де регулирование жағынан әлі бір шешімге келген жоқ. Бізде Қазақстанда үкімет жағынан қазір мен сондай бір регулирование искусственный интеллект деген тақырып бар. Жасанды интеллект қалай қауіпсіздік мақсатында, қалай жаңағы өзіміздің жеке ақпаратымыз кетпеу үшін сол мақсатында қандай заңдарды қабылдау керек, қандай шешімдер қабылдау керек, қандай реформа қабылдау керек, ол әлі шешім қабылдауда. Ол да әлі обсуждение өтіп жатыр. Себебі күнде жаңа инновациялар шығып жатыр. Сіз айтып кеткен жаңағы жасанды интеллект арқылы істелген нәрсе деп, ол да дұрыс. Себебі қазір өзіңіз айттыңыз, сенуге болмайды. Видеоға да, аудиоға да, фотоға да. Дұрыс айтасыз. Ол да бұрын болған. Мысалы, осыдан мүмкін 20 жыл бұрын фотошоп шыққан кезде, фотографияларды фотошоп арқылы өзгертуге болды. Ол кезде ол да қорқатындай нәрсе болып көрілді. Себебі президенттің қасына өзінің фотографиясын салып қоюға болады. Ол кезде ол соның жанында тұрғандай, тіпті фейк фотоларға, бірақ біз оған үйрендік. Қазір мысалы фотоларды білеміз. Уже осы 20 жылдай бұрын бәрі біледі, фотоға сенуге болмайды, видео жібер деп. Енді қазір видеоға да сенбейтін уақыт келді. Өйткені оны да монтаждауға болады, оған да түрлі түсті эффектілерді қосып, керемет бір нәрсені жаңа дүние жасап дайындауға болады. Менің ойымша бұл бұдан қорқатын еш нәрсесі жоқ. Бұл да инновацияның бір жағы, бір әсері. Любой ақпаратты тексеру керек. Ол шетелде менің эксперттеріміз сұрағанда, олар айтады, источникқа қарап шешім қабылдауға болады. Мысалы, фотоны алсақ, тағы да жаңағы мысалды. Фотография егер жай Инстаграмда бірден тапсаңыз, оған сенім жоқ. А егер бір СМИ шығарса, мысалы Тенгриньюзден шықса, хабардан шықса, оған сенімге болады. Себебі ол источник проверенный деген сияқты. Дәл сондай мақсатпен біз, менің ойымша, қазір сондай шешімге келеміз. Видео мен фотоларды верификация арқылы источникқа қарайсың. И 3-4 источник осы дұрыс дәл болса, онда ол уже бәрі сенетіндей болады деп. Сондайға келеміз деп ойлаймын мен. Яғни кез келген материалдың шынайылығына ерекше көңіл бөлінеді алдағы. Бірақ шегі сіз айтқандай жаңағы менің ойымша вообще қазір айтуға қиын, себебі дамуына қарап жасақ, жасанды интеллекттің дамуы тіпті мұғалімдерге де, жаңағы дәрігерлерге де. Жалпы жақында интернетте бір ақпарат шықты, первый дантисттердің бірінші операциясы жасанды интеллект арқылы жасалған. Дантистердің, ол тісті емдеу да, ішіне укол салады. Ол өте нақты, өте точный операциялардың бірі, себебі микрохирургияның бөлімдерін. Әрине, ол да мини-операцияның, мини-отаның бір түрі ғой, былай айтқанда. Сол себептен менің ойымша, любой революция, технологическая революция шыққан кезде, кейбір профессиялар әрине кетеді. Мысалы, тағы бір мысал тарихтан. Паровой двигатель шыққан кезде, конюшналар, аттар барлығы жұмыссыз қалды. Олар бәрі источник, механик болып қалды. Одан кейін жаңағы барлық водопойлар, аттарды тіркелген жер, олар парковка болып кетті. Ол просто технологический прогресстің бір жағы. Кейбір профессиялар кетеді, басқа профессия пайда болады. Сол себептен менің ойымша қазір искусственный интеллект, жасанды интеллект келгенімен кейбір нәрселер өзгеру қажет. Ол нормально, одан қорқу керек емес, оған ұстап тұру да керек емес, ол жалпы прогресс. Себебі бізге біздің эффективностімізді көтереді. Ол
ақша жағынан да, уақыт жағынан да, күш жағынан да бәр жерден экономия бізге әкеледі. Сол себептен кейбір профессорлар өзгерек. Мысалы даже мұғалімдерді оқу жағынан айтсақ, бір қызықты сұрақ жақында маған қойған, осы студенттер, школьниктер өзінің жұмысын жасанды интеллект арқылы жасаса, біз оған қалай бағалаймыз? Менің ойымша оған баға қою керек емес. Себебі ол уже қажетті емес оны бағалау. Қазір басқа жағынан, басқа категорияда, басқа критериймен бағалау керек. Уже жаңағы творческий жағын, жаңағы шығарма жазу деген сияқты ондай керек емес болу керек. Себебі тағы бір мысал айтайын. Осыдан, может быть, 15 жыл бұрын, может, 20 жыл бұрын біз мектепте реферат жазатын емес, и сол рефератқа трафарет арқылы оформление жасайтын едіміз. Қолмен сызып. Қолмен сызып, әр буквасын, бәрін разный ручкалармен. Бірақ принтермен PowerPoint шыққан кезде ол керек емес болып қалды. Себебі қазір любой школьник өзі бір-екі кликпен копи-пастпен қойып, қажет ақпаратын алып, оны принтерден шығарып апарып бере салды. Дайын дүние. Сол себептен уақыт үнемдейсің. Оны уже бағалау керек емес. Подготовка, оформление реферата деген баға ондай уже қойылмайды. Контент жағынан қарайды. Енді контентті де бағалау керек емес, себебі контентті жасанды интеллект арқылы шығару өте оңай. Өлең болсын, ән болсын, презентация болсын, шығарма болсын. Қазір басқа жағы, менің ойымша, новый критерий табу керек. И сол критериймен бағалау. Жаңа критерийлерін табу керек дейсіз ғой. Тіпті ол да маған бір қызық шок ретінде болды. Мен бірінші рет ақшта экзамен тапсырған кезде математика пәнінен калькулятормен шпаргалка қолына алуға болады. Ол калькулятор еще технический калькулятор, научный. Ішіне бәрі бар, косинус, синус. Бізде, мысалы, Қазақстанда оны ойда шығарасың, или жаңағы черновик шығарасың, шпаргалка алуға болмайды, бәрін жаттау керексің. Ал уақытта жаттау керек емес. Шпаргалка аласың, барлық формулалар қолында, калькулятор қолында. Яғни бұл шетелдегі не? ақшта мен барғанда. И олардың бағалауы, мен қандай формуланы тауып, қай жерге қалай қолданғаным, соны бағалайды екен. Оны білем ба, білмей деген сияқты. Ол маған тіпті қызық болды, себебі біз оны үйренген жоқпыз. Сол сияқты менің ойымша қазір сондай бір новаторский жаңа метод шығару керек та, оценки. Бұл қай жылдары болды, жаңа сіз айтқан калькуляторда косинус 2004. Біздің елде ол әлгі күнге дейін болған жоқ, қолданысқа енгізілген жоқ, сол күйге қалып кетті. Дұрыс. Енді жаңа сіз өз сөзіңізде айтып кеттіңіз, қауіпсіз, қауіпті деп. Жасанды интеллект кез келген нәрсенің екі ұшы болады. Өзіңіз білесіз, қаншалықты қауіпсіз ол жасанды интеллект. Енді жасанды интеллектті дамыту үшін бірнеше адамның еңбегі мен күш қуаты кетеді. Жасанды интеллектті ары қарай өрбіту, дамыту, оны да совершенствование жеткізу дейді ғой, біздің сөзімізбен айтқанда. Ал уақыт өте келе, біртін келе жасанды интеллект өзін-өзі дамытатындай күйге де жетеді. Енді техникаға бұл қанша дегенмен IT өткен IT күн санап, уақыт өзгеріп жатыр. Қаншалықты қауіпсіз немесе қауіпті? Бұл да өте қиын сұрақтардың бірі. Себебі жасанды интеллект өз-өзін дамыта алады уже қазір. Ондай құралдар да бар. Демек сол уақытқа жеттік біз. Жеттік, әрине, любой нәрсенің, әр нәрсенің әсері шығуы мүмкін. Дұрыс айтасыз. Әсіресе жаңадан инновация нәрсе. Біз оның барлық қандай әсер болады екен, ешкімді қазір болжау жасай алмайды. Бірақ әрбір елде өздерінің бір, жаңағы мен айтып кеткендей, регулирование дейді, ол регулирование, заңды регулирование шығарылып жатыр. Халықаралық ассоциациялар құрылуда. Қалай шектеуге болады, қандай салаларға жасанды интеллектті қандай қаншама енгізуге болады, қаншама қолдануға болады, қауіпсіздік мақсатында. Себебі, мысалға айтайын, торговля, жаңағы финансовый торговля биржа деп айтайық, биржаға жасанды интеллект кіргізген кезде, ол робот сияқты ойланады ғой. Тіпті ол ең экономически жаңағы выгодный акцияларды көтерілген кезде қарасақ симулятор арқылы. Ода эмоция жоқ, ода жаңағы не жүрегі жоқ деген сияқты. Ол тек ақша жағынан ойлап симулятор арқылы өткізгенде, ол тіпті кейбір салалар кіріп кеткен, которые бізге адамдарға мысалы жақын емес. Результаты онша емес болды да. Себебі оның тіпті образованияны қойды, социальный жақтарды бәрді қойды, медицина қойды. Тек торговляның ішіндегі ең прибыльный нелерге кіріп кеткен, и результаты өте қорқынышты болады. Сол себептен оны регулировать ету керек. Оған әрине адам керек. Жасанды интеллект менің ойымша адамды 100% ешқашан алмастыра алмайды. Ол адамға құрал ретінде кіру керек. Телефондар сияқты. Ол құрал ретінде адам пайдаланады. Сол құрал арқылы адам жылдам болады, адам тез болады, қате жасамайды,
жаңағы ресурс көп деп айтсаңыз, сіз айтқандай бірнеше адам емес, қазір бір адам өзіне өзі эксперт неше түрлі салада бола алады. Иә. Сол жағынан empowerment дейді ғой, ол күшін көбейтеді да, мүмкіндігін көбейтеді. Сосын жасанды интеллекттің бір қызық эффекті, опрос болған, үлкен компания 5000 адамға енгізілген, и қараса до и после деген сравнение да болғанша, содан кейін салыстырған істеген кезде ең көп төленетін ең күшті мықты эксперттер, олардың эффективності көп өскен жоқ. Наоборот, жаңадан бастап жатқан, тіпті жаңа колледж бітірген, жаңадан университет бітірген жасөспірімдер келген сотрудниктер, әріптестер, олар жасанды интеллект арқылы мықты өте өсіп кеткен, эффективності, продуктивності и жаңағы жұмыстағы результаттары, нәтижелері. Сол себептен жасанды интеллект ол бір некі уравниловка сияқты бәрін бір деңгейге көтеріп тұрады. Мысалы, екінші мысал келтірейін, мен сурет жақсы сурет сала аламын. Менің әйелім мысалы одан да жақсы сала алады. Ол тіпті талантты. Бірақ мен сол сияқты сала алатын кезде жасанды интеллект арқылы мен могу жасанды интеллекттің көмегіне жүгінесіз ғой деймін. Сол құрал ретінде. Или өлең айта алмасам, жасанды интеллект арқылы өзім даусымды өзгертіп, жақсы Димаш сияқты бір өлең айта аламын. Или видео шығара аламын, или презентация шығара аламын. Сол жағынан оның әсері өте мықты, потенциалы вообще менің ойымша шексіз. Бірақ любой нәрсенің әсері болуы мүмкін. Жаңа осы эфирдің алдында сізге тоже бір қалжыр ретінде айттым. Судың да әсер етуі мүмкін. Көп ішіп қойсаңыз, ол сізге зиян келтіруі мүмкін. Сол себептен әр нәрсені өзінің шегін білу керек, нормасын білу керек дейсіз ғой. Енді қараңыз, жаңа айтып өттіңіз, егер мен өзім суретті әйелім сияқты әдемі сала алмаса, мен міндетті түрде жасанды интеллекттің көмегіне жүгінемін деп. Яғни қаласам тіпті дауысымды да өзгерте аламын, аранжировкасын да жасай аламын деп. Демек жасанды интеллекттің бұдан да керемет функциялары бар болып тұр ғой. Яғни біз бұрынғыдай студия звукозаписи, дыбыс жазатын студияларға бармай, жасанды интеллекттің көмегіне жүгіне аламыз. Бір-екі мысал келтіруге болады. Мысалы, менің екі ұлым бар, екеуі егіз. Жақында бір юбилейге өлең шығарғысы келген. Олар екеуі не істеді? Олар бір популярный өлеңді бір жасанды интеллект инструментіне қалып, ішінен минусовканы шығарып, сосын оның текстін ChatGPT арқылы басқа өздерінің тексттеріне ауыстырып, екеуі жазып, сосын жаңағы тағы бір құрал бар, который эффект аранжировка істеп береді. Содан студийный качестволай шығарып, өздері өлең айтып берді. Ол екеуі мысалы 9-да, да? Олар екеуін ешкім үйреткен жоқ. Қалай қолданасын, олар өздері ізденіп, интернет арқылы, YouTube арқылы өздері біліп, сол құралды қолданып жүр. Менің ойымша, ол осы креатив, шығармашылық жағынан балдарға әсіресе, олар фантазиясына, олардың жаңағы зерттеулеріне өте күшті құралдар, мүмкіндік көп. Себебі екінші мысал, олар екеуі қазір комикс шығарады. Комикс шығарғанда, сценарийдің барлығы детективный комикс, тоже ChatGPT арқылы сценарий жасайды детективный, сосын ішінде екі персонаж бар, біреуі жаңағы телекинез функциясы бар, біреуі невидимка. Сосын Леонардо деген құрал арқылы сол комикстарын сурет салады, Pixar сияқты жаңағы 3D анимация ретінде. Сосын LeoPix деген құрал арқылы анимация жасап, и CapCut приложение бәрі біле шығар, сол CapCut арқылы уже склейка жасап, музыка салып, тіпті мультик шығарады. Оның да мысалы несі, қиыншылығы тек промпт жазу керек. Промпт деген жаңағы сұраныс. Промпт арқылы 9 жаста, 8 жаста уже балдар соны қолданып жатыр. Менің ойымша ол тамаша жетістіктердің тоже бірі сол жасанды интеллект қазір. Енді жаңа сіздің сөзіңізді тыңдап отырсам, жасанды интеллекттің жасамайтын дүниесі жоқ. Қолынан барлығы керек. Тіпті минусовка да жасап береді. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, менің 9 жасар екі ұлым сценарийін да жаздырып алады, комикстерді сызып отыр, өздерінің қалаған мәтін барлығын шығарып отыр. Ал соны осыдан бір 5-6 жыл алдын мамандар, кәсіби мамандар, сценаристер, режиссерлар, операторлар, звукорежиссерлар барлығы өздерінің жұмысына арнайы бір уақыт алып жасайтын. Яғни қазіргі уақытта демек біз уақытты тайм-менеджментке салатын болсақ, тиімді пайдалануға бұл мықты бір құрал ғой. Дұрыс айтасыз, бірақ мен сізге тағы бір жағын айтып кетейін. Мысалы, бір құралды берсем, даже ChatGPT болсын, Leonardo, Midjourney болсын, промптқа байланысты да. Мысалы, мен бастауышы юзер болсам, пользователь, менің промптым мүмкін тамаша жаңағы результат бермей шығар, нәтиже бермей шығар. Бірақ кейбір промпттарды қарасаңыз, интернетте көресіз ғой, тіпті фантастический бір тамаша результаттар шығады. Ол бәрі промптқа байланысты. Ол промпт деген жаңағы сұраныс. Оны эксперт болсаңыз, ол салада, мысалы, видео саласында, или презентация саласында, или өлең саласында, сіздің промптыңыз уже
үлкен болады да, ішінде барлық детальдар болады. Мысалы менің бір досым фотограф, ол Midjourney қолданғанда ол тіпті не просто жаңағы тақырып, ол свет мындай болу керек, камера мындай болу керек, линза мындай болу керек, экспозиция, соның бәрін жазады промптқа. И конечно ода результаты тамаша, профессионально шығады. Мен просто жазамын, машина мындай на фоне бүйтіп шығады деп. То есть мен айтқым келген, жалпы маман болған ол да жақсы. Ол мамандарды қорық керек емес, сіз наоборот біліміңіз терең болса, жақсы тәжірибе болса, оның бәрін күшейтуге болады жаңағы жасанды интеллект құралдары арқылы. Енді жасанды интеллект кез келген салаға өзінің тамаша мүмкіндіктерін ұсынып жатыр. Қаншалықты сапалы дүние шығарып жатыр жасанды интеллект? Сол жағын айтып өтсеңіз. Енді өзіңіз күнделікті жұмыста, тәжірибеде қолданысқа енгізіп, сонымен жұмыс істейсіздер. Нәтижесі қандай? Интернетте ақпарат көп, бірақ менің білуімше нәтижесі өте үлкен. Мысалы, өзім білетін бір-екі жобаны айтып кетейін. Бір мектепте жасанды интеллект WhatsApp чатқа енгізілген, ата-аналар өздерінің балалары туралы сол WhatsAppқа жазады. Тәулік бойы тіпті демалыссыз 3-4 тілде, қазақша, орысша, ағылшынша мектепке жазасыз. Менің балам бүгін бара алмайды, тамақтың есебін қоспаңыз осы айдың счетына деп, мысалы. Ол ішінде ана жердегі чат-бот өзі соны қабылдайды, сосын 1С бухгалтерияда сол проводканы өткізеді, и айдың аяғында ол ақшаны қоспайды. Оған адамдық тіпті көмегі керек емес. Ол өзі автоматизированный, бәрі өзі шешіп қабылдап отырады. Сондықтан мына топқа ауысуға болады. Мысалы, ол мектепте шахмат клубынан, жаңағы карате клубынан баланы ауыстырамын десең, тоже сол WhatsApp чатына жазасыз, ол өзі жаңағы автоматты түрде өзі жібереді барлығы. Адамның күші мен еңбегін қажет етпейді. Иә, ол осы Астанада бір мектептердің бірі, реклама жасамай қойын, бірақ олар көріп отырса сіздерге сәлем, мен айтып отырмын сіздің опытыңызды. Жалпы осындай нелер көп енгізілген. Тағы бір мысалды келтірейін, бізде жұмыста заявкалар бар. Заявкалар кейбірлері 700-900 бет. Ол көбінесе ағылшын тілінде, бірақ кейбірде француз тілінде болуы мүмкін, испан тілінде неше түрлі мүмкін. Оған адам ол заявканы қабылдағанда бірнеше этап бар. Біреуі жаңағы быстрый скан дейміз. Ол қарап шығады, мына дұрыс па, дұрыс емес пе. Жалпы толтырған барлық жерде реттейді. Сосын стикерлермен жазып қойады. Мына жерде бәрі дұрыс, мына жерде мынаны ұмытып кетті, здесь не подписал, мына жерде қалдырып кетті. Сосын екінші адам қарағанда уже качествосын қарайды. Сосын үшінші адамға барғанда ол шешім қабылдайды, жаңағы екеуін қарап. Оны да қазір чат арқылы, чат емес, жасанды интеллект арқылы дұрыстадық. Оған база бердік, ол өзі қарайды да осы үш этапты бір этапқа қосып, бірден адамға уже шешім қабылдауға айтады. Мына заявканы қара шықтым, мына 500 беті дұрыс, мына 200 беті сен өзің қарап қой, потому что мен білмеймін, мыналар точно дұрыс емес деп. И адам тіпті көп уақыт білмейді, может быть 5-6 минут кетеді шығар. Оған дейін бірнеше ай кететін еді. Яғни бір құжат 3-4 адамның алдынан, қолынан өтетін болса, қазір ChatGPT 5-6 минутта соның барлығын айқындап шығарып береді ғой. Ішіне GPT емес, тағы бірнеше құралдар бар, бәрі қосылған. Бірақ ChatGPT ол жаңағы не коммуникация жағынан сөйлесіп отырады, Telegram арқылы, WhatsApp арқылы, сайт арқылы и email арқылы. Артында тағы басқа құралдар бар, олар жаңағы юридический анализ жасайды, финансовый анализ жасайды, барлық и бір заключение ретінде шығарып береді. В любом случае адам әрине қарау керек. Шешім қабылдайтын бізде бәрібір адам. Потому что жауапкершілік жағынан. Бірақ та ол адамға барлық көмегін істеп беретін сол боттар. Енді жасанды интеллект IT саласына қарқынды, жақсы дамыған байқадық, көрдік, еш жерден қалып келе жатқан жоқ. Енді білім саласына ауыссақ. Жаңа айттыңыз, Астананың бір мектебінде, яғни WhatsApp чатта ата-аналарға тиімді, ыңғайлы болу үшін ата-ана жазып жіберді. Ол ешқандай адамның еңбегін қажет етпейді, автоматты түрде өзі реттеп, сол бойынша тізім шығарып береді деп. Біздің мектептерде осы жасанды интеллектті қолдану, соны практикаға енгізу қаншалықты жүріп жатыр, жақсы жүріп жатыр? Мен 5-6 мектеппен кездестім, өзім жұмыс жағынан, тоже білім беру жағынан бір өзіміздің бір бөлігіміз бар, Аққу академиясы деген. Сол 1-2 мектеппен кездескенде мен білем, жалпы особенно частный мектептер, олар уже енгізіп жатыр. Тіпті специальный пәндер бар өздерінің, сол жасанды интеллект, инновация жағынан. Оларда лабораториялар қазір құрып жатыр, планшеттер бар, сол балдарға үйретеді, мына құралдарды қалай қолданамыз екен. Бірақ жалпы әрине әр мектепке ол келгенше инновация жағынан
тағы да не керек қой, инфраструктура керек, компьютер керек, интернет керек, и мұғалімнің өзінің цифрлық салауатын көтеру керек, өзінің цифрлық білімін арттыру керек, дұрыс дәрежеге, дұрыс деңгейге тоже көмектесу керек. Ол үшін арнайы қазір курстар жазылуда, менің білгенімше бірнеше білім беру министрлігінің бірнеше ведомстволары уже сондай курстар шығарып жатыр. Жалпы интернетте Coursera, edX-те ондай курстар көп, мұғалімге білім саласына қандай құралдар бар екен. Менің білуімше 3-4 инструмент бар, который қазір уже бүгін көмектесе алады. Біреуі ол бағалау. Жаңағы қолдан жазған мәтін бересіз, ол сізге бағасын да дайындап береді. Мына жерде ошибка жоқ, түрлері бәрі орында, сөздері бәрі дұрыс жазылған деген сияқты. Мұғалімнің әкімшілік мақсатына просто үйге мысалы 30 дәптер алып кетсе, бәріне баға қойып шығу керек, ол любой мұғалімнің арманы. Қазір специально сондай инструмент бар. Физика пәні болсын, жаңағы орыс тілі пәні болсын, қазақ тілі пәні болсын, математика пәні болсын. Өзіңіз бересіз жаңағы критерийларды, мынаған қарама, аккуратность қара, или чистоплотность, или размер, тіпті бәрін настроить етуге болады жаңағы промпттар арқылы. Сосын ол уже обработка жасап сізге дайындап беріп отырады. Менің ойымша ол өте ыңғайлы құралдардың бірі. Әр мұғалім соны қолданса, қанша уақыт ол өзінің шығармашылығына, өзінің креативіне, өзінің жаңағы білім беру мақсатына бөле алады. Ана жаңағы машина человеческий жаңағы ручной трудтың орнына да мысалы. Сол жағынан мысалы жасанды интеллект өте көп үлкен көмекші. Үлкен ақпаратты жаңағы обработка жасау, анализ жасау, болжау жасау деген сияқты. Ол жағынан ол чемпион. Оған адамнан жақсы жасайды. Шешімдер жағын, креатив жағын, коммуникация жағын, оны, конечно, адамдар жасаған тиімді жинақтап береді ғой. Жалпы негізі адам мен компьютердің артықшылықтарын біріктіріп дейді, мұғалімдердің жұмысын шығармашылық бағытқа бұру керек деп сарапшылар қазір барлық жерде айтып жатыр. Енді біз осы жасанды интеллектті мектепке енгізу керек деп жатырмыз. Оны пайдалану керек мұғалімдер. Олар оқушыға өте жақсы керемет мүмкіндіктер береді деп. Оқушыларға қандай мүмкіндіктер береді? Яғни оқушылар осы жасанды интеллект арқылы біз олардың білімге деген құштарлығын түсіріп алмаймыз ба? Жоқ, түсіріп алмаймыз. Себебі менің ойымша, наоборот, керісіне оны жоғартамыз. Себебі тағы бір-екі мысал берейін. Менің 2 балам жаңағы егіз. Екеуі 2 түрлі. Біреуі математиканы жақсы біледі, екіншісі онша емес. Екеуіне 2 түрлі подход керек. Біреумен кішкентай түсіндіріп кетсем, тез алып кетеді. Қалған сыныптың барлығы ол скучать етіп отырады. Себебі класстың бәрінің алдында озуда. Екіншісі наоборот, оған индивидуальный подход дейміз ғой. Онымен бәрін түсіндіру керек. Алишка былай деп бәрі жерін айтып отырған. Осыған жасанды интеллект өте жақсы құрал болуы мүмкін. Себебі ол индивидуальный өзі әр балаға жаңағы сұрақтар қойып, қаншама тақырыпты біліп отыр деген сияқты, оған жақсы меңгеріп жатса, тез-тез түсіндіре алады. Меңгеріп жатса, наоборот, более обширный уақытны бөліп, индивидуальный план обучения дейміз ғой, соны жасауға өте жақсы. Мысалы, мен қазір бір приложение Duolingo арқылы шет тілін үйреніп келе жатырмын. Қытай тілін үйренген кезде кейбір адамдар да жаңағы память жақсы, иероглифтарға тез алып кетеді. Кейбір иероглифтар қиын да, мен түсінбеймін, и осы путать етеді, соларға көп задач берді. Сол приложение арқылы, мысалы, мен қолданамын ғой, 1-2 қате жасасақ, ол тақырыпқа маған көп задач береді. Который қате жасамайтын жерлерге тіпті задание бермейді, басқаларды бастап кетеді. Мысалы, ол да индивидуальный план, ол басқа адамды сізден басқаша болуы мүмкін. Ол деңгейге байланысты берілетін тапсырмалар ғой. Адамның өзінің қазіргі уақытына байланысты. Мысалы, кейбір күндері менде прямо настроением жақсы болып жатады, мен оқуға дайынмын, мен тез оқимын. Кейбір күндері наоборот настроение жоқ, кірем, ол асықпай, уже түсініп отырады. Сол жағынан менің ойымша ол да жақсы. Себебі мұғалім біреу, оқушылар көп қой. Жасанды интеллект арқылы ол уже үй жұмысын жағынан, индивидуальный жаңағы самостоятельный работа жағынан көмек болуы мүмкін. Себебі ол уже может детальный жаңағы индивидуальный план обучения жасауға. Тағы бір примерді айтайын. Мысалы, біз АХКО-да инвестиция деген не тақырыпты түсіндіргіміз келді. Мен ChatGPT-ға жаздым. Инвестиция деген не? Ол маған айтып берді. Инвестиция дегеніміз былай. Енді мен айттым, осы 15 жастағы балаға түсіндіре аласың ба деп. Ол 15 жастағы баланың сленгімен түсіндіріп берді. Сосын мен айттым, 5 жастағы түсіндіре аласың ба? Ол уже басқа мәтін берді. Мысалы, сенде мындай Лего бар. Осы Лего уже 5 жасар баланың тілімен түсіндіреді. Ол да бір жақсы нәрсе, себебі мұғалімге ол айта алады, мындай жастағы, мындай балаға, мындайдан келіп отқан түсіндіріп берші деп. Ол уже оған
дәл мәтін береді, который осы бала түсінетіндей ақпарат береді. Яғни әр баланың өзінің қабылдау деңгейіне, оның алуына қарай, яғни сол тілде жеткізіп береді ғой ақпаратты. Тамаша, енді мен жаңағы неліктен сізге сұрақ қойдым? Балалардың білімге деген құштарлығын күрт түсіріп алмаймыз ба? Осыған дейін де бізде балалардың кітапқа оқу қызығушылығы төмен болды, орташа деп айтайық, қатты төмен емес. Ал үй тапсырмасы берілген кезде енді барлығы біледі. Қазір кез келген бала 1 жасынан бастап смартфонның не екенін, интернетке қалай кіру керек, әлеуметтік желіден видеоны қалай қойып, және де ютубта қандай ролик қарайтын барлығын біліп отырды. Үйретуді қажет етпейді. Яғни бала іштен дамып шығады мына өмірге келгенде. Ал үйге берілген тапсырманы олар чат GPT-ге салып, яғни оңай жолмен алып, соны жасап алып, соған тәуелді болып қалмай ма? Кейін яғни баланың ойлау жүйесі. Менің ойымша, егер бәрі мұғалімдерді білім министрлігі оны білсе, ондай құрал бар екен, ол құрал арқылы үй жұмыс жасау керек, менің ойымша сұрақты басқаша қою керек. Оны жауып қою керек емес, ограничить ету керек емес. Біз оны өзгерту керекпіз. Біз айту керекпіз, оның тапсырманы ондай емес. Енді тапсырманы өзгерту керек. Сен чат GPT-ға салды, тағы бір нәрсе жаса деген сияқты. Сол тақырыпты тереңірек зерттеу үшін, тереңірек алу үшін. Усложнять ету керек ол задачаны. Себебі біз білеміз, ондай құрал бар екен. Оңай жолмен берілмей, оны қиындатып беру керек қой. Демек, бала сол жасанды интеллектке салу арқылы ары қарай жұмыс істейтіндей, миын қозғап, ойланатындай. Дұрыс. Сол шығармашылық шықсын деп, креативі шықсын деп, жаңағы опыт дұрыстап алсын деп, үйренсін деп. Мысалы, алдындағы сұрақты айтайық, калькулятор туралы. Үйге келгенде математика пәнінен калькулятор өзіңіз всегда қолдай аласыз. Бірақ оны біліп отырып, біз наоборот сен калькуляторды қолына алып, қолданып, тағы мындай тақырыптарды, мындай задачалар шеш десем, уже күрделі есептерді беруге болады. Себебі біз білеміз, ол үйде барып калькулятор қолданады екен. Сол себептен оны шектеу керек емес, ол калькулятор қолданба деп. Себебі бәрібір өскеннен кейін ол жұмыста калькулятор қолданады. Сол сияқты бізді егер конкурентный нация өсіреміз десек, егер современный инновацияға жақын адамдарды өсіреміз десек, инновациядан ограничить ету керек емес. Үйге барғанда интернет қолданба, интернеттен қарама, чат GPT қарама деген ол ограничительный путь дейміз. Бәрібір оны наоборот еще больше қолданады. И алдап бес алып кетеді оқырман. Біз наоборот оны біліп отырып айту керекпіз. Окей, сен үйде интернет бар. Тек дұрыс бағыт беруіміз керек қой балаға. Соны дұрыс тиімді, өзіне пайдалы тұсын ала алатындай жол көрсетуіміз керек. Енді жаңа сіз айттыңыз, балаларға чат GPT арқылы тапсырманы орындап, ары қарай оны күрделі форматта жеткізсек, бала ойланады, яғни ойлау жүйесі жақсарады деп. Дәл сол методиканы біз білім жүйесінде қолданып жатырмыз ба? Енгіздік пе соны? Жаңағы басына айтып кеттім, кейбір мектептер уже бұл салада жұмыс өткізіп жатыр, лаборатория ашып жатыр. Бірақ кейбірлердің әрине әлі инфрақұрылымы жоқ. Мысалы, компьютерлері жоқ, планшеттері жоқ, интернеті жоқ. Сол себептен бұл жұмыс әлі болады, ол іске асыру керек. Менің білгенімше білім беру министрлігі, просвещение министрлігі уже бұл жұмысты қолға алды. Жоғары білім беру министрлігі де алып жатыр. Әкімшіліктерде, жергілікті орындарда ол жұмысты жүргізіп жатыр. Бірақ біз өзіміз қандай күш бере аламыз? Мысалы, мен мұғалім болсам, осы мұғалімдерді таңдап отырса, сіз өзіңіз смартфон арқылы тіпті өзің беретін үй жұмысты сұрап, бір запрос ретінде жазып көріңіз. Мұндай үй жұмысты чат GPT арқылы орындау үшін балаға қандай тапсырма бере аламын деп. Ол сізге өзі тіпті ойлап береді. Қандай тапсырмаларды, қалай күрделі түрде, қалай қиыншылау, разные звездочки, со звездочки сияқты заданияларды жазып бере алады. Ол заданияларды тіпті жаңағы жасанды интеллект арқылы индивидуально істеуге болады, что бір-бірінен көшірмеу үшін класста 30 адам болса, 40 адам болсын, жазуға болады. 40 вариант жазып берші деп. 40 уникальный вариант шығарып береді. Бір-бірінен ұқсамайтын. Тіпті оған да уақыт беру керек емес. Ол да бір жағынан бір көмек мұғалімге. Ол тапсырманы қайдан шығарады, ойдан шығарады ма, или жасанды интеллектке бір запрос жазуға болады. 40 адамға тапсырма ойлап берші, мына тақырыпқа байланысты олар осы закрепление ретінде, меңгеру ретінде орындасын деп. Сол жағынан да тіпті учебный план жазып бере алады. Тіпті каждый сабаққа полный лекциясын жазып бере алады, презентация жасай алады. Соның бәрін тоже қолдану білу керек, менің ойымша. И оған күтіп отыруға керек емес. Министр қашан келеді бізге, или директор біздің мектепке. Мүмкіндік болса өзің алып оқып, игеріп, соны практикалда
қолданысқа енгізе беру керек қой демек. Сол пәнді қызық қылу үшін, сабақты қызық қылу үшін менің ойымша әр мұғалім өзінің сабағын сапасын көтергісі келеді. Оған қазір құралдар бар, олар көбісі тегін. Смартфонды ашасыз, ютубқа кіресіз, немесе интернетке кіресіз, жазасыз. Жасанды интеллект, чат GPT болсын, Midjourney болсын. Мен осындай мұғаліммін, мұндай сабақ берейін деп жатырмын, ертең мұндай тема тақырыпты өтеміз, қалай жасауға болады деп содан бастасаңыз, ол да уже менің ойымша бір үлес болады осы біздің білім беру саласында. Жақсы, енді биыл оқу ағарту министрлігі бұны негізге алып отыр. Биылғы оқу жылы жасанды интеллектке арналады. Тікелей ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдамасын негізге алып, тіпті тамыз кеңесінде осы жасанды интеллект тақырыбында өткізіп, шетелдік сарапшылардың ойымен практикасын алып, соны бірлесе, яғни коллаборация дейді ғой, соны қолданысқа енгізіп, енді мен ойлаймын, біздің елдегі барлық педагогтар соны практикада қолданып, әрбір оқушыға керемет бір подход жасаса, соны қолданса, соның оң жемісті нәтижесін көрсек, білім сапасы күрт өзгереді деген сенімдемін. Мен де сізбен келісемін. Тағы бір нәрсені айтып кетейін. Химия пәнінен бір мұғалім бар, мүмкін көрген шығарсыз, wanna be teacher деген. Ол өлеңдер шығарады. Популярный өлеңдерге жаңағы химия пәнінен элементтерін қойып, ол өзіне мақсат қойды. Әр элементке өлең жазып, жаңағы профессиональный содан аты шығып жатыр. Сол мұғалімге қарап, әр мұғалім математика пәні болсын, тарих пәні болсын, ол да жаңағы жасанды интеллект арқылы сондай креатив шығаруға мүмкін. Тіпті сіз өлең айта алмасаңыз да, студия болмаса да, ондай креатив болмаса да, мен тоже сөйтіп эксперимент ретінде көргенмін. Неше түрлі нелерге, туған күндерге жасап жүрміз ғой, құттықтаулар. Сөйтіп бұрып көруге болады. Тіпті бір тақырыпты мүмкін әр күнде емес, бірақ бір күнде сондай креативін жасауға болады. Менің ойымша үкімет өз үлесін қосады, өз мақсатын орындайды, бірақ инновация, жалпы білім беру ол класста өтеді ғой. Сол класста күту керек емес. Менің ойымша қазірде уже бастауға болады, енгізуге болады әр мұғалімге, егер сіз мұғалімсіз, егер сіз оқушы болсаңыз, өзіңіз мұғаліміңізге айта аласыз. Мындай естідім, осындай көрейік деп. Сынап көрейік деп. Бұл методика өте тиімді деп ойлаймын, өйткені оқушының сабаққа, білімге деген құштарлығын жақсы арттырады. Себебі енді өзімізде мектеп оқыдық, мектеп бітірдік. Мектепте оқып жүрген кезімізде кез келген мұғалімге қарайсың. Бүгін қандай тақырыппен, қандай подходпен, сабақты қалай қызықты өткізеді екен деп. Енді әртүрлі мұғалім болады. Көбіне жас мұғалімдердің сабақтары қызықты өткізеді. Енді олар жас, енді бітіріп келген, креатив, шығармашылық жағынан олар екпін беретін. Ал үлкен кісілер, олар білесіз, енді кеңес кезіндегі мұғалімдеріміз, олар сол бір қатып қалған техника бар, тактика бар, оқыту жүйесі бар. Тек соның аясында одан асып кетпей, солай сабақ беретін, іш пысырады. Ал жас мұғалімдердің сабағы қызықты өтеді, өйткені олар әртүрлі слайдтар қолданып алып келеді, слайдтардың қасына қызықты тапсырмалар болады. Яғни әрбір жаңа тақырыпты ойын түрінде жеткізіп, баланың жадында сақтауына керемет мүмкіндік береді. Жасанды интеллект дәуірі дамыған заманда білім алып жатқан оқушылар бақытты деп білемін, өйткені күн сайын мұғалім өзінің сабағына қызықты қылып дайындалып келеді. Креатив түрде, жаңа өзіңіз айттыңыз, химия пән мұғалімі бар, ол өзінің сабағына өзі ән шығарып, сол әннің жолдарын, сөздерін химиялық элементтерді қолдану арқылы балалардың есте сақтауына жақсы көмектеседі деп. Жақында осы Астанада бір жекеменшік мектеп бар. Тарих пән мұғаліммен тілдескен болатынмын. Қызметте жүргеніне 3 жылдан астам уақыт болыпты. Мен сол мектепке келген кезімде дейді, балаларға қандай подходпен сабақ берем деп ұзақ ойландым дейді. Ойлана келе, қазіргі дәуір бұл жасанды интеллекттің дәуірі екен ұқтым. Сөйтіп жасанды интеллектке кіріп сұрақ қойған, сабағымды қалай қызықты өтем. Енді тарихта білеш, жыл көп, ентіға дайындалатын балаларға міндетті түрде датаны жаттау керек, білу керек. Әрбір датаның өзінің маңыздылығы бар. Хандардың атауы бар, оның барлығын тіпті өзіміздің де есімізде қалмайды. Соларды жаттауға ыңғайлы болатындай және сабақ қызықты өтетінде қандай форматта ұсыналам деген сұрақ қойған кезінде, яғни тағы да комикс түрінде ұсыныс берген екен жасанды интеллект. Соны қолданып көрейін деген.
бірінші күні сабақ қалып келген, бірінші күні балаларға қабылдау кішкене қиын болған. Енді балалардың әртүрлі деңгейі болады, білесіз, бес саусақ бірдей емес. Бір балалар көмексіз тез қабылдаса, бір балалар өте баяу қабылдап бастаған. Бірақ әр балаға жеке-жеке подходпен тапсырмалар алып келу арқылы, яғни балалардың тарих сабағына деген қызығушылығын арттырған екен. Сонда оның сыныбында 30 оқушы оқитын болса, 20-ға жуық оқушысы олимпиададан жүлдегер болыпты. Яғни олимпиададан жақсы нәтижелерге қол жеткізген екен. Кейін оны бізге слайд түрінде көрсетті. Қазіргі уақытта әртүрлі конференцияларда шығып өзінің методикасы бар, тарихты оқытудың, тиімді оқытудың, оқушылардың қызығушылығын арттырудың. Соны көрсеткен кезде 1 сағаттық сұхбаттың арқасында өзім де сол тарихқа шегініп, былай айтқанда, көп ақпараттарды есіме түсірдім. Яғни бұл өте тиімді деп ойлаймын қазіргі уақытта, себебі біз оқыған жылдары слайдтың өзі енді шығып жатқан. Слайд енді шығып, егер мұғалім слайдпен сабақ дайындап алып келсе, біз үшін ол вау эффект болды. Қандай тамаша деп, бүгін бізге мұғалім слайдпен сабақ өтті деп, біздің қызығушылығымыз артатын. Яғни келесі сабаққа мұғалім тағы да қандай тақырып алып келеді екен деп күтіп отыратынбыз. Ал қазіргі балаларда мүмкіндігі өте көп. Оқимын, ізденемін, білім аламын деген жанға, яғни жақсы мүмкіндік беріп қойған сияқты жасанды интеллект. Дұрыс айтасыз. Жаңа сіз айтқандай, мен де өзім көзіме елестетіп жатырмын. Біз бастауыш класста болғанда диафильм арқылы көрсететін еді сабақтарды. Қазір мен бір білетінім, жасанды интеллект арқылы, интернет арқылы құралдар өте көп. Мысалы, мен бір көргенім, менің балдарым тоже мектепке барады. Мектепте смартфон арқылы жаңағы attendance болды дейді. Кім сабақта емес, кім тыңдап отыр, кім тыңдап отқан жоқ, смартфон арқылы сұрайды екен. Сабақтың басында бір слайд қосылады. Өзі QR коды бар, жаңағы школьниктер, жаңағы оқушылар сол QR кодты соткасымен сканер етеді, сотканы қолдануға болады класста. Рұқсат етілген. Өте простой сұрақ, өте оңай сұрақ тұрады. Оның бас мақсаты сен сабақтасың ба, сабақта емессің ба, ең басында деген сол ответті қарайды. Екіншісі, сабақтың аяғында тағы бір сұрақ шығады, ол уже сол пәнге байланысты, бүгінгі тақырыпқа. Ол сен тыңдадың ба, тыңдаған жоқсың ба, сабақтың аяғына дейін отырдың ба деген сияқты. Менің ойымша ол да өте тиімді. Жасанды интеллект сол интернет и смартфон арқылы. Бірақ жасанды интеллект арқылы сол контентті шығаруға болады. Анықтап береді. Яғни бұрынғыдай бір мұғалім 30 баланың барлығын қарап отырмайды. Яғни сол қарапайым бір ғана қосымшамен кім сабақта отыр, кім тыңдады, кім қаншалықты сол тақырыпты меңгеріп шыққан барлығын анықтап алуға болады. Тамаша. Енді мені осы жерде бір сұрақ қызықтырып тұр. Жасанды интеллект дәуірінде заманауи мұғалім қандай болу керек? Қандай талаптар қойылады? Мен эксперт емеспін мұғалімдердің арасында, бірақ сіздің ойыңызша, енді сіз осы салада жүргеннен кейін кез келген саланы қазір жасанды интеллект жақсы қарыштап дамытып жатыр ғой. Сіздің пікіріңіз? Менің ойым, қазіргі әр мұғалім, әр осы любой салада жүрген эксперт болсын, профессионал болсын, ол цифровой грамотность көтеру керек, оны меңгеру керек. Жасанды интеллект тіпті әркім білу керек, себебі ол біздің өмірімізге уже революция болды, уже бітті, уже кірді, уже де-факто стандарт болып баратыр. Артқа шегінуге жол жоқ. Артқа шегіну жоқ, қалып қоясыз. Сол себептен ертерек кіру керек. Жасанды интеллектті меңгеру үшін любой жасқа қазір түрлі ақпараттар көп. Мен мысалы білемін, менің әке-шешем зейнетте уже 60-тан кетіп қалды, уже 70-ке жақындап келе жатыр. Оларға да түсінуге болады. Себебі білесіз ғой, ковид кезінде бәріміз жаңағы QR кодқа үйрендік. Себебі ол сұраушылық сондай болып қалды, енді жағдай оқиға болып қалды, әрине үлкен трагедия. Бірақ соны күтпей, бізде ондай уақытқа жетпей тұрмай, қазір уже жасанды интеллект қолдануға бастау керек. Себебі осыдан жылға жыл қосылғаннан кейін ол уже бәр жерде болып шығады, уже революция ретінде. Сол себептен менің ойымша қазіргі мұғалімдер одан қорықпау керек, ол құралды пайдалана білу керек, цифрлық өзінің грамотасын көтеру керек и өзінің жұмысына енгізу керек. И оны ертерек енгізген адамдар ертең өзінің несін озып арттыра беріп, өсіре береді өзінің нәтижелерін, экспертность. Яғни жаңа айтып өттіңіз, індеттің кезінде онлайнға қосылуды үйрендік, әртүрлі қосымшаларды пайдаланып, Zoom арқылы, Teams арқылы сабақ өткізу, балаларға сабақ түсіндіру, онлайн қосымша арқылы балаларға үй тапсырмасын беріп, оны тексеріп, оны кері байланыс орнату керегін үйрендік. Бірақ дегенмен бір айта кететін жайт, біз ол кезде көп мамандардың IT саласын
жетік меңгермейтінін байқап қалдық. Иә, өйткені тіпті білім саласын алып қарайтын болсақ, енді бізде білім саласында әртүрлі жаста мамандар бар, педагогтер бар, жас мамандар бар, орта буындағы мұғалімдеріміз бар. Жас мамандар кез келген ақпаратты тез қағып алып, оны практикада енгізіп бастайды. Ал егде жастағы адамдарға сол техниканы қолдану үшін бір тиімді жолдар бар ма, олар қалай оны меңгере алады? Мысалы, тіпті қарапайым компьютердің тілі оларға қиын болып көрінеді. Енді жасанды интеллект дегеннің өзі атауы айтып тұр, қорқыныш, үрей тудырады үлкен жастағы мұғалімдерге. Сол мұғалімдер қалай оны тиімді, ыңғайлы, өзінің тілінде оқып меңгере алады? Бұл сұрақты көп қояды. Мен тумаларым, достарым, қасымда жүрген әріптестерім. Жауабы өте қарапайым, себебі жасанды интеллект ол деген, егер 5-6 жастағы балдар меңгеріп жүрсе, значит интерфейсі өте қарапайым, өте жетікті. Мысалы, ChatGPT дейтін болсақ, ол тіпті жай чат, любой чат сияқты. Просто мұндай промпт жазатын нәрсе, соған жазасыз, ол сізге жауап береді. Бітті. Сол компьютер арқылы чат, одан артық ештеңе жоқ. Ешқандай басқа білім керек емес. Ол чат арқылы. Ол ең простой. Сол себептен ол ең популярный. Жаңағы цифровой графиканы айтсақ, конечно, ол уже шамалы сложнее. Мысалы, Леонардо болса, ол жерде кнопкаларды басу керек. Бірақ оны да, мысалы, 7-8 жастар балдар меңгеріп жүрсе, менің ойымша, әркім үйрене алады. Кейбірлер бар, әрине қиын. Мысалы, кейбір инструменттер, оларда графикалық интерфейсі жоқ, ол текст арқылы. Ол уже білу керексің, настройкасын, параметрларын оны жаттау керек. Ол қиындау. Әр құралдың өзінің несі қиыншылығы бар. Бірақ егер меңгерем десеңіз, егер сізге қызықты болса, менің беретін бір-екі нем бар, совет ретінде да, YouTube-ға барып қараңыз. Қолжетімді платформа, тегін көп ақпарат бар. И интернет арқылы қараңыз. Бірақ ескертіңіз, тегін нәрсенің өзінің минусы бар. Мысалы, 90% мүмкін ол қажет емес ақпарат болуы да мүмкін. Оны сүзгіден өткізу керек қой, яғни өзіңе қажеттісін алып, қажет емесін ысырып тастау керек дегендей. Егер төлейтін жағдай болса, бір 10, 15, 20, может $25, онда егер ағылшын тілін білетін болсаңыз, онда нелер көп, мүмкіндіктер көп. Coursera-ға барыңыз, edX-ға барыңыз, Learn Prompting-ге барыңыз, көп, Udemy деген платформа бар. Бәр жерінде күшті курстар бар жиналған. Мен оларды тоже өзіме алғанмын, өткенмін, қарағанмын. Өте қызық, ояқта себебі эксперттер бар, монтаж бар, профессионально жазылған, профессиональный дикция, и түсіндіріп үлгілермен берілген. Бірақ оған, конечно, төлеу керек, ол себебі бір адамның еңбегі. Бірақ менің ойымша, $30 деп айтсақ, ол да бір 15 мың теңгедей. 15 мың теңге ол қазір қолжетімді нәрселердің біреу, то есть ол инвестиция ретінде қарасам, мен одан алған жаңағы нем, білімім әсері одан да жоғары, 15 мың жоғары. Сол себептен ол 100 мың теңге емес, миллион теңге емес та, 15 мың жетім менің ойымша. Әрине, әр адам өтіп жасалмай, бірақ оған ақша жинауға болады. Дұрыс айтасыз, білімге құйылған инвестиция ең қажет инвестиция дейді ғой. Енді осы подкастты пайдалана отырып, сіздей білікті маманнан біздің көрерменге, біздің педагогтарға жақсы бір мүмкіндік болсын. Әрбір педагог маман кіріп, жасына қарамастан, сол платформадан өзіне қажетті білімді ала алатын бір қосымшалардың атауын ұсынсаңыз. Ең оңай, ең современный, чтобы осы подкаст қарап еткен кезде, сол кезде заманауи ақпарат алу үшін, менің ойымша, жаңағы Perplexity немесе ChatGPT-ға кіріп, ол екеуі де жасанды интеллект құралдары жазыңыз. Бүгін мындай күн, мысалы, тамыздың 5-і 2024, мен мұғаліммін, қандай құралдар бар деп. Ол өзі сізге жазып береді. Мысалы, мен бүгінгі таңда қарап келген кезде 20 шақты құралдар маған берді. Осы білім саласында қандай қолдануға болады. Олардың ақпараты, ссылкалары, сілтемелер сояққа кіріп, бәрін көріп шықтым. Менің ойымша, ол ақпарат актуальны болу үшін содан бастаңыз. Perplexity AI деген и ChatGPT екеуі де ақпарат тауып береді. Немесе Google арқылы іздеп көріңіз. А егер промпт үйренеміз десек, былай айтайын, любой жасанды интеллект құралы промпттан басталады. Промпт деген жаңағы запрос. Ол текстовый запрос. Видео болсын, аудио болсын, жаңағы сұранысқа байланысты кез келген нені алуға болады. Оның өзінің несі бар, навыгі бар. Оның өзінің қазір целая профессия бар, промпт инженер деген. Потому что ол өте терең. Былай қарасаңыз, обычный текст, бірақ ол текст
40 предложение болуы мүмкін. Мысалы, ақш-та бір ассоциация бар, НАСА деген, космическое агентство национальной Америкада. И НАСА бір промпт шығарған, знаменитый НАСА промпт деген. Ол жаңағы эталон ретінде қазір көрінеді. Ол НАСА промпт бір, может, 300 не шығар, 300 предложение. Бірақ ішінде жаңағы ученыйлар идеальный промпт жазған. Сол НАСА сияқты промпт меңгереміз десеңіз, онда бір сайт бар ағылшын тілінде learnprompting.org деген. Ол жерде ойын форматында карточкамен сізді үйретеді. Базовый промптинг неден басталады, қалай құруға болады, қалай оны улучшать етуге болады, қалай оны профессионал ретінде қолдануға болады деген сияқты. Потому что ол промптты үйренсеңіз, уже ChatGPT болсын, Midjourney болсын, Leonardo болсын, жаңағы NVIDIA болсын, қандай құралға кірсеңіз, ол навык уже основной интерфейс. Сол арқылы қазір компьютермен, егер менің кезімде тіпті оған да әлі компьютермен байланыс жасау үшін программирование үйрену керек болды. Язык программирования, программа жазуға. Қазір ол промпт арқылы жасалады. Қазір сіз промпт арқылы текстпен программа жазасыз. Кейбір сайттар, кейбір құралдар бар, қазір мен сізге уақыт болса көрсетейін, қалай лендинг жасауға болады 5 минутта бір промпттан, или қалай там видео жасауға болады бір промпттан. Бірақ сол промпттың өзі сол сапасына үлкен не қояды. И сол навык самый главный менің ойымша үйренуге. И екіншісі уже қандай құралдар бар екен, жаңағы айтқандай Google арқылы немесе Perplexity ChatGPT-ге жазу арқылы көруге болады ғой. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, ең қажет, ең құнды қосымшалар ағылшын тілінде берілген деп. Ал демек орыс тілінде мағлұматтар өте аз болып тұр ма, қосымшалар? Мүмкіндік шектеулі ма? Бар, бірақ өкінішке орай ма, қуанышқа орай ма білмеймін. Мен өзім ағылшын тілін жақсы меңгергеннен кейін көп ақпарат сол жақтан аламын. Себебі ол жақта зерттеуге ақша көп салынады, сол жақтан зерттеушілер көп инновациялар именно ағылшын тілінде шығады да, первоисточниктен аламын да. Кейбірде орыс тілінде де, қазақ тілінде де ақпарат бар, бірақ олар адаптация немесе аудармасы. И олар бірнеше апта немесе бірнеше айдан кейін шығады. Маған ол қызық емес, оны күту. Сол себептен бірден ағылшын тілін аламын. Бірақ сізге айтатын бір инструмент бар, HeyGen деген. HeyGen ол платный инструмент, бірақ соны алсаңыз, ол любой видеоны, любой текстті сізге любой тілге, тіпті қазақ тіліне де аудара алады. Мысалы, сіз видеоны ағылшын тіліне алсаңыз, HeyGen-ге салсаңыз, ол жаңағы мен қазір тоже уақыт болса көрсем, ерін қозғалғанын сол тілге келтіреді, сосын жаңағы дауыстың тембрін бәрін қалдырады, сөйлеп тұрған адамдыкіндей, спикердікіндей. Тіпті студийный перевод сияқты, профессиональный перевод ретінде істеп береді, субтитрмен, бәрімен. Яғни бұл жерде де маманның еңбегі қажет болмай қалды ғой демек. Жақында ғана YouTube-тан көріп қалдым, Илон Масктан сұхбат алған екен, осы жасанды интеллект бойынша дәл сол сұхбатты ағылшын тілінен алып, сол бағдарламаға салып, бағдарлама бір көп уақыт алмаған, бір 15 минут дейікші, 15 минуттың ішінде жаңағы ағылшын тіліндегі сұхбатты толығымен орыс тіліне аударып, сіз айтқандай еріндегі әрбір сөзге дәл келетіндей аударып шыққан. Яғни ол жерден бір жасанды интеллекттің барын байқамай қаласыз. Тіпті сол жерде Илон Масктың орыс тілінде сөйлеп отқандай әдемі қылып шығарып берген. Шынайы түрде дайындап берген. И дауысын еще сохранить. Дәл солай қойып берген. Демек, бұның мүмкіндіктері көп. Тамаша, енді жаңа сіз айттыңыз, менің 2 ұлым бар, 2 ұлым осы жасанды интеллекттің тамаша мүмкіндіктерін көріп жатыр, өздеріне қажетті дүниенің барлығын сол арқылы жасап жатыр деп, тіпті ән жазып тастаған, әнге сөз жазған, өздерінің комикстерін дайындаған, сценарий жазған деп, соны көрсетсеңіз. Қымбатты көрермен, біз практикаға ауыстық. Дәл қазір Талғат мырза бізге ұлдарының жасаған анимациялық ертегісін көрсететін болады. Сондай-ақ өмірде, жұмыста қандай методикамен жасанды интеллекті тиімді қолдану керегін арнайы промпттар арқылы таныстыратын болады. Сол промпттарды сіздерге қолданысқа енгізуге сыйлаймыз. Тағы да саламатсыздар ма? Енді көрсететін ең бірінші құралдың аты Leonardo AI деген, ол графика жасайтын жасанды интеллекттің құралы. Менің ойымша бұл балдарға, және бастауыш жаңағы мамандарға жаңадан келе жатқан жасанды интеллектке өте ыңғайлы құрал, себебі бәрі графикалық кнопка арқылы
қосуға болады. Мысалы менің екі ұлым, жаңа айттым, өздері ертегілер шығарады. Осы ертегілерге анимация жасау үшін екі персонаж шығарған. Осы екі персонажды экранда қазір көрсетіп отырмын. Өздерінің промпттары мына жерде көрінеді. Промпт олар ағылшынша қылмау үшін чат GPT-да өзінің орыс тілінде жазады, немесе қазақ тілінде, сосын аударып осыны көшіреді. И жалпы осы екі баланың бәрі жаңағы детективный историясы мына жерде көрсетілген. Өздері әр сценасын шығарады, ең өзіне ұнағанын таңдайды да, таңдағаннан кейін анимация ретінде басқа құрал арқылы анимировать етеді. Мысалы мына жерде мұражайға барып, мұражайда бір экспонатты ұрлап кеткен, соны табу үшін детективтік роман жазған. Сол екеуі қосылып, карта тауып, карта тапқаннан кейін сол карта арқылы бір подземный мирға кіреді ма, сосын соны табады ма, осының бәрін ертегі ретінде жасаған. Тағы басқасы көрсетейін дегенім, осы ертегілер жаңа айттым, ежик туралы бір сказка істеген. Сол сказканы тоже көрсетіп кетейін сізге. Бұл яғни жасанды интеллектке қандай ертегі қалайтын жазып, қысқаша сипаттамасымен сол дүниені бұлар алып отыр ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Жасанды интеллект, яғни сол ертегінің сценарийін, оның ары қарай қалай өрбейтін барлығын сипаттап дайындап береді. Барлығын дайындап береді, дұрыс емес. Жалпы даже промптқа дейін тіпті өзі жазып бере алады. Мысалы, сіз бір сценарий жазғаннан кейін жасанды интеллектке келесі промптқа жазасыз. Мысалы, 20 сценаға бөліп берші маған, ключевой. Сол 20 сценаға промпт жазып берші деп маған. Сол промпттарды просто копировать етіп, ставить етіп, тіпті жұмыста істеу керек емес. Мен мысалы, мына ежик туралы, осы ежик өзінің мамасы үшін бір какой-то монетка тауып алады ма, сонымен достарын жинайды, достарымен бір жаққа барады. Мен қазір экранға жәймелеп шығарып жатырмын осы картинкаларды. Мен мұндай қылып шығарады. Бұл полностью 100% жаңағы не арқылы жасалған, жасанды интеллект арқылы. Тамаша. Стилистикасында өзгерту болады. Мысалы, мен өзімді осы құралмен кейбірде қолданамын. Мен қолданған кезде уже более фотореалистичный кәсіби тұрғыдан дайындайсыз ғой сіз. Мысалы, мына адам тоже 100% жасанды интеллект арқылы жасалған. Бұл өзімнің Instagram парақшама кейбірде публикацияға өзім жинаймын. Мынау жаңағы балдардың өздерінің ойынына шығарған персонаждар character sheet дейді. Осы персонаждардың анимациясына дейін бәрін осы құрал арқылы істейді, киімдерін дайындайды, нелерін дайындайды, сосын осы анимировать етіп мультик ретінде шығарады. Ол бір мысал тек. Жаңа мысал деп айтып жатсыз, иә. Өзіме қажетті персонаждарды, қажетті тіпті адамдардың бейнесінде жасанды интеллект арқылы шығарып аламын деп. Мен бір байқағаным, елде министрліктердің ішінде оқу ағарту министрлігі жасанды интеллектті өте тиімді қолданып жүр. Өздерінің әлеуметтік желідегі әрбір постына жасанды интеллект арқылы өздеріне қажет тақырыпта фотосуреттерді шығарып, соны салып қояды. Яғни ол өз кезегінде визуалды тұрғыдан қарауға да, оны зерттеуге де өте ыңғайлы көрінеді екен. Иә. Мысалы, мен де жақында бір мектептерге анимация ретінде презентацияға қосқым келеді. Мен екі промпт жаздым, біреуі қыз бала экзамен ретінде бірнәрсе жазып отырын деп. Мен осындай фотография шықты. Бұл фотографияны мен анимировать ету үшін осы құрал арқылы 4 секунды видео құрғанмын. Қазір оны тоже көрсетемін. Міне мысалы. Бұл тоже ешқашан болмаған нәрсе, шамалы былай көрінеді жасанды интеллект жасалған. Жалпы бірақ презентацияға қосуға жақсы. Осындай кішкентай анимациялардан целый видеоролик істеп жатыр. Қазір көп компаниялар мүмкін интернетте көресіздер, рекламасын 30 секунд болса, осы 3-4 секунд клиптерден қосып, монтаж етіп, музыка салып, целый фильм жасауға болады. Тамаша. Шынайы бейнероликтерден былай қарап тұрсақ, айырмашылығы қатты байқалмайды. Иә, дұрыс. Енді тағы бір көрсетейін дегенім сізге, бұл құралдың аты InVideo. InVideoда тегін регистрация мен ақшасыз кішкентай видеолар жасауға болады. Мен мысалы қазір мысал ретінде августовская конференция искусственный интеллект в образовании деп промпт жаздым, Инстаграмға рил жасағым келеді. Қазір осы промпт қостым, 13% дайын. Пока басқа мысалы көргенше ол осыны бітіреді, сосын осының нәтижесін көруге болады бәріміз. Тек осы бір промпттан августовская конференция и в образовании қандай тема шығаруға болады екен. Яғни достар, біз дәл осы InVideo қосымшасына тамыз кеңесінің жайлы қысқаша ақпарат бердік. Сол ақпараттан қазір біз анонс ролик аламыз. Соның нәтижесін бірге көрейік. Оны күтіп отырғанша мен қазір тағы бір нәрсені бөлісіп кетейін көрермендермен. Мен өзім негізі ең нақты ыңғайлы промпттарды жинағанмын.
кезінде. Әр салаға бөліп тастағансыз ғой. Әр салаға бөліп тастағам. Осы күнде күн осы тамақта, жұмыста, фитнеста, демалысқа қалай қолдануға болады. Осы тек қана профессиональный ретінде емес, тек қана жаңағы креатив ретінде емес, былай ежедневный, повседневный өмірде өмірдің кез келген тұсында пайдалануға. Соны мен жинап категорияларға бөліп 50 промпт деп жаздым. Сол 50 промптты сізбен бөліскім келеді. Ол екі тілде, жаңа орыс тілінде, міне қазақ тілінде тоже көрсетіп шығамын. Талғат мырза, осы жерде айтып кетейік, промпт деп отырғанымыз бұл жасанды интеллекттің тілі. Яғни жасанды интеллектке сіз қандай да бір сұраныс жасайтын болсаңыз, оның өзінің бір техникасы бар. Сол техниканы қазір сіздерге Талғат мырза көрсетеді. Арнайы әр салаға дайындалған 50 промпты бар, яғни бұл қысқаша тіркестер. Сол тіркестерді қолдану арқылы сіз өзіңізге қажет ақпаратты сапалы форматта ала аласыз. Мысалға, мне промпттардың кейбірлерін сізге көрсетейін. Туристік маршрут жасау. Мен мұндай елге, саяхатқа, мұндай күнге бара жатырмын деп. Сосын мына жерге қосылып кіммен барады, достарымен бара жатырмын, немесе қайда бара жатқанын жазасың. Ұлттық парктерге ма, немесе ресторандарға ма деп. Сосын мүмкіндікше көбірек көргім келеді. Менің қызығушылықтарымды атап кетемін өзде, ескере отырып, маған бірыңғай маршрут жасай аласыз ба деп. Бұл тіпті туристический компаниямен сөйлескен ретінде ол сізге 3 күн болсын, 3 күнге график сызып береді. Мұнда бар, сағат мұндайда, мына жерде тамақ көр, мына жерге фото істе, мына жерде контент жаса, мына жерде мұндай ақпарат ал деген сияқты гид ретінде. Немесе контент жазу жағынан өз-өзіме Instagram парақшама контент жазғым келсе, бүгінгі тақырыпқа немесе бүгінгі бір настроениеме өзіме келтіріп, тоже мына промпттармен қолдануға болады. Зерттеу жағынан, оқу жағынан жаңағы басқа тілдерді меңгергім келсе, осы промпттарды қолданып, мысалы, жаңа айтып кеттім, мен Қытай тілін қазір үйреніп келе жатырмын. Қытай тіліне үйрену үшін носитель языкаға ақша төлейтін едім. Zoom арқылы солармен 1 сағат сөйлесетін едім. Қазір ChatGPT шыққалы ондай қажет керек емес, себебі ChatGPT-де голосовой ассистент дейміз, соны қосамын, и айтамын, мен бүгін сенімен Қытай тілін практиковать етемін, сен маған қытайша сөйле, сосын аудармасын бер. Мен саған қытайша жауап беремін, қате жасасам, мен қателігімді дұрыста деп. И сөйлесіп отырамын. И тамаша, қазір өзім үйренемін. Яғни репетиторлардың қажеті болмай қалды. Үйде отырып, өзіңе ыңғайлы уақытта қажет ақпаратты алу мүмкіндігі пайда болды ғой. Тамаша. Тамаша. Сосын келесі жаңағы мен мысалы әйелім қолданатыны ол тағам дайындау. Тұрмыста да қолдануға болады. Мысалы біздің отбасымызда 5 адам, 5-емізде түрлі диеталарымыз бар. Мысалы кішкентай қызым 2 жаста, оған кейбір тамақтар ішуге болады, болмайды. Болмайды, себебі сәби әлі. Әйелім өзінің тоже диеталары бар. Соған байланысты ол мысалы жазады. Бүгін біз келесі аптаға 5 күнге маған рецепттер дайындап ойлап берді. Ас мәзірін дайындап береді ғой. Ол сіз маған WhatsApp-пен жібереді, мен оған айтамын, давай тамаша деймін, шамалы келісу керек қой. Сіз келіскеннен кейін ол айтады, осы тағамдарға рецепттер жазып бер, сосын қандай продукт, қандай көкөністер, нелер қандай алу керек деп. Ол ChatGPT бәрін ойластырып, саған сызып береді. 3 килограмм картошка алу керек, 2 килограмм морковка алу керек, мындай специя алу керек, мындай посуду керек деп. Ол бәрін тексереді, сосын маған айтады, сен осы аптаға мына продуктларды алып қой деп. Мен алып қоямын, и ол жоспар бойынша барады. Біз ойланбаймыз, ол уже әр адамға тағам дайындап береді. Тұрмыстағы әрбір әйел адамының басты сұрағы бүгін кешке қандай тамақ пісіремін. Яғни жеңілдетілген формасы ChatGPT-ға кіріп, промптты енгізу арқылы өзіңіздің күнделікті ас мәзіріңізді дайындай алады екенсіз. Қандай тамаша. Сосын бір жерде мне жаңағы оқу білім алу жағынан айтып кеттік. Мына жерде мысалы орыс тілінде айтайын, усвоить материал, да, придумать 10 способов улучшить память во время подготовки к экзамену, например, по химии или по истории. И тақырыпты бәрін жазуға болады, или новый теманы маған түсіндіріп бер деген сияқты. Бұның қазақшасында жаңа мен дайындап қойдым. Кәнеке соны сынап көрейік. Емтиханға дайындық кезінде есте сақтаудың жасылықтың нуанесін айлап табыңыз деп мынаны алып и жіберуге болады, бірақ емтиханға бір тақырып керек. Тақырыбым несі жоқ екен да, қазақша шрифті бар ма екен? Тақырып Қазақстан тарихы Совет одағы кезінде деп. Мысалға, бұлай жазамыз, ол емтиханға дайындап, өзі маған ақпаратты өзі дайындап береді. Тіпті үлгілерін сұрауға болады. Үлгілерінен карточка жазам ба деп, мысалы, қазір. Осы әдістерді қолдана отырып, Қазақстан тарихы Совет одағы кезінде тақырыбын жақсы меңгеріп, емтиханға жақсы дайындалуға болады дейді. Тамаша. Қазір мен мысалы жаздым.
мен мысалы қандай карточкалар жасауға болады екен, мен айтам осы memory card ретінде оқығым келеді, қандай карточка секілді, осыны уже принтерға салып. Жылдарды есте сақтауға тамаша құрал. Осындай фантазиялы шексіз ғой, кете беруге болады. Осылай мысалы пәндерде оқушылар қолдана алады. Бұл промпттарды мен тоже бөлісемін. Жаңағы видеомыз дайын. Августов конференция тамыз кеңесі туралы анонс видеомызды тамашалайық. Қазір бұл орыс тілінде, сосын қазақ тіліне көшіп көрейік тоже. Бейбип, Син-1 спикер. Вы наверняка слышали новости «Искусственный интеллект» и меняет правила игры. Но как он может преобразить образование? Спикер, отметьте в своих календарях 22 августа 2024 года. В этот день в Назарбаев университете в Астане состоится ежегодная конференция, посвященная искусственному интеллекту в образовании. Спикер, присоединяйтесь к ведущим международным экспертам и коллегам-педагогам со всего Казахстана. Узнайте, как ИИ может сделать обучение более индивидуальным, увлекательным и эффективным. Спикер. Представьте, как ИИ помогает определять потребности учащихся в режиме реального времени или создавать интерактивные обучающие среды, которые увлекают молодые умы. Эта конференция – ваш шанс шагнуть в будущее образования. Спикер. Не упустите возможность привнести инновационные решения в свой класс. Приготовьтесь к вдохновению, общению и расширению возможностей. Спикер. Увидимся в Астане 22 августа. Давайте вместе формировать будущее образование. Спикер деп отырғаны бұл аудиторияға несі ғой да, обращениесі ғой. Бұл сценарный осындай нелер, галлюцинациялар болады, оны қалай дұрыстауға болады. Мына бір промпттан шыққаннан кейін, мына жерде редактировать деген кнопкасы бар, edit, бұл жерде алып тастауға болады. Мысалы, мен мынаны алып тастасам, уже тек мәтіннің бәрін уже дұрыстауға болады өзіме ыңғайлы ретінде. Мысалы, мына текст алып тастауға болады, я болмаса басқа мына спикер деген жерлері, это редактировать етуге жақсы мүмкіндігі бар. Және де жаңағы видеоларын кейбірлерін өзінің кадрларын ауыстыруға болады. Келсе, мысалы, Астананың или конференция уже мына жерде редактор ретінде дұрыстап, сосын публикация болады. Қандай тамаша, яғни бұрын біз 1 минуттық промо ролик дайындау үшін анонсный 1-2 күн уақытымызды кетіреміз. Оған ойланасың, оның стемпланын жазасың, сценарийін жазасың, түсіріліміне барасың, міндетті түрде дауыс жазу керек. Ол редакторлардың алдынан өтеді сенің мәтінің. Мына жерде сондағы небәрі 2-ақ сөйлемді жазу арқылы біз тамыз кеңесіне арналған промо роликті дайындап шығардық. Жалпы мен тағы бір нәрсені көрсетейін сізге. Алдында жасаған мысал ретінде қандай журналистика жағынан қазақ тілінде істеген, мен қазір агротуризм мүмкіндіктерді ашып көрейін. По-моему, осыны бір көрсеткенбіз, бір әріптестерге тоже. Сәлеметсіз бе достар. Бүгінгі тақырыбымыз Ақмола облысының агротуризм болашағы. Ауыл шаруашылығының орталығы фермерлерге зор мүмкіндіктерге ие. Агротуризм дегеніміз не екенін білесіздер ме? Бұл ауылдық өмірмен танысу, оның ерекшеліктерін, мәдениетін, дәстүрін зерттеу үшін ауылға саяхат жасау. Ақмола облысының жалпы былай көрсетейін дегенім, неше түрлі тақырыпқа тез контент дайындауға болады. Осы контент дайындалғаннан кейін озвучка да керек емес, мысалы, обработка керек емес. Тек кадрларды ниет етіп, уже бір көпі начальный материал дейді ғой, основной да, осыны дайындауға болады, начальный материал. Уақытты үнемдеудің бірден бір мүмкіндігі, иә? Дұрыс. Қолыңда дайын құрал, тек соны тиімді, дұрыс қолдана білсең, тамаша. Осы мен тоже жиі қолданып тұрам бұл инструмент. Тағы бір инструмент көрсетейін дегенім, ол Хейджен, жаңа айтып кеттім. Бұл инструмент жалпы видеоларды редактировать етуге болады. Менің номер 1 қолданатыным бұл түрлі тілдерге жаңағы ақпаратты дайындау. Менде бір кішкентай промо ролик болған, мен оны орыс тіліне жаздым. Ал енді мен оны қазақшаға, ағылшыншаға әртүрлі тілдерге өзгертуге болады. Өзгертуге болады. Сол қазір бір-екі мысалын көрсетейін. Мысалы түрік тіліне аударылды. Dakikada 7000 mesaj. Bu mümkün. Instagram, Telegram müşterilerinize yanıt vermenize yardımcı olabilecek akıllı sohbet botları oluşturmayı göstereceğim. Sinir ağları ve yapay zekayı kullanacağınızı öğreneceksiniz. Yani жестикуляцияның өзін сол тілге арнайлап қойып береді, иә? Мысалы, қарасаңыз, ерінің байқаңыз,
түрік тіліне келтіріп тұр. Қазір мен мысалы ағылшыншасын ашам, ол уже басқаша ерін қозғайды, себебі о деген әріптерге аузы келіп тұру керек, сонда аударма сияқты көрінбейді. Сол тілдің дыбысталуына ыңғайлайды ғой. Иә. Міне ағылшынша версиясы. 7,000 messages per minute. It's quite possible. I will show you how to create smart Былай, chatbots. ерінге қарап тұрсаңыз, тіпті сол ағылшын тілінде сөйлеп тұрғандай көрінеді. How to use neural networks and artificial intelligence for your business. Practical skills that can be applied right now and valuable. My name is Ambaev Tolga. Welcome to the Neural Network course. Subscribe. Осының қазақшасы да бар, қазір осы мысал ретінде көрсетіп жатырмын ғой. Бұл бәрі бір видеодан шыққан, осы HeyGen арқылы. Бірақ HeyGen ақылы бір видео тегін, қалғандары уже төлеу керек. Бірақ өте қымбат емес, себебі аудармашыдан бірнеше рет арзан. Мен Instagram, Telegram, WhatsApp'та ақылды чат-боттарды қалай жасау және жасанды интеллектті қалай пайдалану керектігін көрсетемін. Осыны қазір. Тамаша. Менің екінші тағы осы инструментте көрсетейін дегенім, аватар дегені бар, аватар. Ол өз-өзіңізге, мысалы, контент жазғыңыз келсе, студияға әрқашан баруға ол ақылы да, уақытта көп кетеді. Мына видеоны біз студияда ешқашан жазған жоқпыз. Бұл мен МФЦ академиясына дайындап, Аққо академиясына дайындап жазған. Бұл же жазған: привет, я искусственный аватар Талғата. Сегодня важное объявление, приходите в академию деген. И осыны анимация ретінде жаз деп жаздым. И ол яғни сіз бұл студияда өзіңіз түсірген жоқсыз ғой демек? Иә, бұл сізге дайындап берді. Дайындап берді, аха. Привет, я искусственный аватар Талгата Аманбаева. Сегодня у меня важное объявление для вас. Приходите в Академию МФЦА и получите необходимые знания для достижения успеха в мире финансов. Былай шамалы микрофоннан көрініп тұр, потому что ерін қозғалғанда бірге қозғалады. Бірақ мысалы мына микрофонды алып тастап түсірген фотография болған кезде ондай проблема болмайтын еді. Бұл сонда сіздің фотографияңыз фотографияны оживлять етіп, сөйлетіп тұрып, видеоға айналдырып тұр ғой. Можно, мысалы 5 минут видеоның жазылған бар, мен жай офиста сала салғанмын аватар ретінде веб-камерадан. Привет, Талгат Аманбаев. Твой инстант-аватар готов. Попробуй создать видео с его использованием. Также нажми кнопку обратной связи, чтобы поделиться своими впечатлениями. Надеюсь, тебе понравится. Бұл да ешқашан болмаған нәрсе. Ол осы неге WhatsApp-қа жіберуге болады, адамдар ойлап қалуы мүмкін, мен мұны шынымен де қазір жазып алдым деген сияқты. Бұл мүмкіншіліктер үлкен. Мысалы, мына жерде қарасаңыз, көп адамдар өздеріне Reels, жаңағы говорящий голова, контент бәрі осы арқылы жасайды. Мысалы, қазір көресіз, специальный сервистер, арнайы сервистер бар. 300 Reels'ты 1 минутта жасап береді деген сияқты. Өзі ChatGPT арқылы мысалы тақырыптарды дайындайсыз, факттарды дайындайсыз, кішкентай қысқа сценарийларға бөлесіз да, мына құралға саласыз, осы құрал арқылы можно бірден видео істей беруге. Сосын осы видеоны скачать етіп, уже өзінің парақшаңызға салып отырасыз. Керемет, яғни камерадан көбі қорқады, енді камераң алдында бәрі керемет көркем сөйлей алмайды. Дәл сондай жандарға таптырмас мүмкіндік деп ойлаймын. Фотоңды қойдың, мәтініңді астына жаздың, саған арнайы дайын видео шығарып береді. И аударма жағынан тоже. Вот фото аватар деген бар, студия аватар деген бар. И можно презентацияларға қоюға, тіпті өзіңізге қинамайды осылай контент жасай беруге болады. И соңғы бір тағы құрал көрсетейін дегенім, Mobilize деген сайт бар. Mobilize деген тез микросайт лендинг жасауға ыңғайлы. Мысалы, корпоративный мероприятие болайын деп жатыр, или бір конференцияға дайындық керек, или туған күн істейін деп жатырмын, или бір жерге бәріміз жиналып, соған бір ақпарат сайт қазір ол жалпы ыңғайлы да, тегінді, қолжетімді болды. Бір промпт арқылы мен жаздым, мұндай күні искусственный интеллект тақырыбына мұндай подкаст өтеміз деп. Ол осындай лендинг бағын жасап берді. Ішінде өтірік отзывтары бар, бір сұрақтары бар, қайда өтеді, не деген, өтірік фотографиялар салған деген. Өтірік емес, енді стоковый дейміз, оны готовый да фотография. Енді бірақ осыны мен қабылдайтын болсам, уже мынаған мен өзім өзгерістер енгізе аламын. Мысалы, Instagram кнопкасын өзім сайтыма, өзім Instagram'ыма қоя аламын. Или не болса, мына тексті өзгертемін десе, мына тексті өзгертуге болады. Мысалы, келесі тақырып там тарих туралы деп осылай. Сосын мына фотографияға, жаңағы басқа спикердің фотография десем, бір жерге алуға болады. Мына фотографияны ауыстыруға болады, иә. Басқа фотографияны загружать етесіз. Қаңқасын дайындап береді, ары қарай өзіңе ыңғайластырып, атауын, фотосын ауыстыру мүмкіндігі бар. Программированиясын бәрін дайындап қояды. И бір кнопканы публиковать деп жазасыз да, бітті. Осыдан кейін уже сайт ссылкасы болады, сілтемені лақтырасыз, чатқа бәрі кіреді, сізге мына жерге уже
мысалы былай жазуға болады қазір реклама ретінде де қосылыңыз қосылыңыз деп осылай жазып қоюға болады да, и мына жерге уже мына кнопкасын бәрін енгізесіздер да, и уже можно подписчиктерді жинауға, можно уже. Бірақ бұрын осындай істеу үшін мен программисттерді жалдайтын едім бір немесе арнайы сайтты жақсы меңгерген мамандарға тапсырма беріп, олар бір арнайы уақыт шеңберінде бізге дайындап беретін, ол үшін бір апта, 2 апта уақыт кететін. Қазір тамаша. Қазір осындай бір нелер келді. Жарты күнде кетпейді бұған. И мобильный версиясы әрине бар. Телефон, ұялы телефонмен қалай көрінеді екен, көруге болады. Талғат мырза, бүгін сенбілік таңыңызды бізге арнап, керемет тақырып аясында сұхбаттасқаныңызға көп рахмет айтамыз. Тек сұхбат жүргізіп қана қоймай, осының аясында өзіңіздің бар білетініңізді бізге практикада көрсеттіңіз, яғни 2 ұлыңыздың қандай дүние жасап жатқанымен таныс болдық. Көп рахмет айтамыз сізге. Алдағы уақытта осы жасанды интеллект білім саласына керемет мүмкіндіктерін беріп, соны мұғалімдер өздерінің практикасында қолданып, яғни бізде ілгерлі жақсы дамыған елдер қатарында көшінде болатынына сенімдімін. Осы жасанды интеллектті дамыту, қолдану аясында еңбектеніп жатырсыз. Еңбегіңіз тек қана жақсы нәтижелерге қол жеткізсін деп айтамыз. Сіз жасайтын, сіз айтатын дүниелер өте көп болсын. Біздің студиямызға келген әрбір қонағымызға дайындаған кішігірім сыйлығымыз бар. Соны сізге табыстауға рұқсат етіңіз. Талғат мырза, бұл біздің STEM академиясының брендовый продукциясы. Өзіңізге қолданысқа алып жүріңіз міндетті түрде. Қайда жүрсеңіз де STEM академиясы жаныңызда екенін біліп жүріңіз. Рахмет сізге. Тамаша. Құрметті көрермен, біздің құрметті достарымыз, біздің арнаға міндетті түрде тіркеліңіз. Егер сізге сұхбат ұнаған болса, сізді қызықтырған сұрақтар болса, міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіз. Біз оқып сізге кері байланыс береміз. Және де лайк қойыңыз. Сіздің әрбір лайкыңыз біз үшін үлкен демеу.